Вена соты Әлнұр Мұсаев пен Вадим Кашлякты қамаудан босатты. Олар істі қараған 2 аптаның ішінде айыптау тарабының куәлары жалған ақпарат берген дейді. Есте болса, ұлттық қауіпсіздік комитеті бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаев пен Рахат Әлиевтің бұрынғы көмекшісі Вадим Кашляк кісі өліміне қатысты айыпталған еді. Олар 2007 жылы Нұрбанктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасенов торлап, азаптап өлтіру қылмысына күдіктелуде. Адвокат Клау Эйниттердің мәлімдеуінше, айыпталушы 2 азамат бірнеше себептің әсерінен уақытша қамаудан босатылған. Себептердің бірі Қазақстан тарапынан жіберілген сотталушыларды айыпталушылардың сөзінде бірнеше қарама-қайшылық кездескен. Судья Андреас Бем бұған дейін Қазақстан тарабы шығарған сот үкіміне де күмән келтірді. Тергеушінің болжамы бойынша қылмысты жасағандар әдейлеп мәйіттерді табылатындай әрі тануға болатындай етіп жасаған. Бұл видеода қастандықпен өлтірілген Нұрбанк топ менеджерлерінің сүйегі қазып алынуда. Медициналық сараптама қорытындысы бұл Темірәлиев пен Хасеновтың денесі екенін анықтаған. Ал Вена соты бұған дейін айыптаушыларға байланысты Қазақстанда сот үкімі жарияланғанынан хабарсыз болыпты. Адвокат Клау Эйниттер айыптау тарабы Австрияның құқықтық органдарына қыруар қаржы тасығанын айтады. Сондықтан сот бұдан бұлай істі қарау кезінде Қазақстаннан жіберген қандай да бір ақпараттарға сенбейтінін айтқан. Суд не исходит из того, в чем обвиняют данное лицо. Вена соты айыпталушының қылмысын дәлелдеуге емес, іске қатысы бар жоғын анықтау үшін жұмыс істеп отыр. Олар істі қарау кезінде күдіктілердің басқа жаққа қашып кетпейтініне көз жеткізген. Сондықтан босатып отыр. Судья күдіктіні біздегідей қылмыскер деп қарап отырған жоқ. Олар үшін қазір айыпталған азаматтар кінәсіз. Тіптен күдік дәлелденбесе, осы уақытқа дейін қамауда ұстағандар үшін ол 2 азаматқа өтемақы төлеулері де мүмкін.